Бірінші сабақ. Сабақты бастаудан алдын балалар каналға тіркеліп, видеоға лайк басып қояйық. Мен сендерге тапсырмалардың жауаптарын ауызша айтып кетемін. Сендер дәптерлеріңе жазып алыңдар. Әдептілік ар ұят адамдықтың белгісі. Жай сөйлем мен құрмалас сөйлем. 59-шы тапсырма. Сөйлемдердің тиісті тыныс белгілерін қойып көшіріп жаз. Біздің сынып шәкірттері тәртіпті, білімді болса, ұстаз қуанады. Туған жерлерге туың тік. Туған жердей жер болмас, туған елдей ел болмас. Мен өз елімді сүйемін. Бірлік болмай тірлік болмас. Сөйлемдердің қайсысы жай сөйлем, қайсысы құрмалас сөйлем екенін айт. Жазған кезде құрмалас сөйлемнің құрамындағы жай сөйлемдердің арасына қандай тыныс белгісін қойдың? Сөйлемдердің біздің сынып шәкірттері тәртіпті, білімді болса, ұстаз қуанады. Бұл сөйлем құрмалас сөйлемге жатады. Себебі бұл жерде екі жай сөйлемнен құралған. Алпысыншы тапсырма. Жай сөйлемдерді құрмалас сөйлемдерге айналдырып жаз. Асқар мектепке келді. Асқар мектепке келсе, сабақ басталып кетіпті. Автобуста адам көп, Сәуле қарт адамға орын берді. Маржан гүлге су құйды, гүл жайқалып өсті. 61-ші тапсырма. Сөйлемдерді көшіріп жаз. Орманды үскірік жел кезді, бұталар сыбдыр қақты. Көз түсіп, құстар жылы жаққа қайтты. Қарлығаш төмен ұшса, жаңбыр жауады. Сызбаны пайдаланып, ойыңды дәлелдей білуді үйрен. 62-ші тапсырма. Мақал-мәтелді толықтырып, олардың құрмалас сөйлем екенін дәлелде. Досы көпті жау алмайды, ақылы көпті дау алмайды. Бірлігі жоқ ел тозады, білімі бар ел озады. Ел боламын десең, өркенің өссін. 63-ші тапсырма. Құрмалас сөйлемнің құрамындағы жай сөйлемдердің арасынан тиісті тыныс белгісін қойып, мәтінді көшіріп жаз. Бір қарлығаш ұя салып, балапандарын асырап жүреді. Бір күні жауыз жылан балапандарды жегісі келіп, ұя салынған ағашқа өрмелеп шыға бастайды. Қарлығаш жыланды көргенде үтір, қатты қорқып, балапандарын қорғап, үтір қалатын арашашы іздейді. Әрбір жай сөйлемнің баяндауышын тап, құрмалас сөйлемдерді жай сөйлемдерге айналдырып айт, оларды өзара салыстыр. Бұл қай ертегіден алынған үзінді екенін айт. Ертегіні өзің одан әрі жалғастыр. Ертегіні жалғастыра кететін болсақ, арашашы іздейді. Жерге түсіп, ол бірнеше достарынан көмек сұрайды. Ол достарының барлығы жыланнан қорқатындығын айтып, көмектесе алмаймыз деп жауап береді және енді не істеймін деп шарасыздан келе жатқан қарлығаштың алдынан инелік шығып, ол жыландың көзін шұқып жерге түсіреді. Сол арқылы қарлығаштың балапандары аман қалады. Осымен біздің сабағымыз аяқталды. Сабақ түсінікті болған болса, видеоға лайк басып, каналға тіркеліп қоямыз. Және де түсініксіз тапсырмаларды комментарийға жазып қалдырсаңдар, мен міндетті түрде жауап беретін боламын.